Короче, достар, запись қостым, камера жасап жатыр, видео түсіріп жатыр. Барлығына сәлем достар, сізден бірге мен Нұрлан қалам. Достар, бұл видеоның сапасына мән бермеңіздер. Телефонмен түсіріп жатырмын. Бүгін достар сіздерге өте маңызды жаңалықты айтуым керекпін. Достар, біздің каналды хакерлар взломать болды. Яғни Нұрлан қалам арнасын 260 мың подписчигі бар каналды, 260 мың подписчигі бар каналды хакерлар взломать болды. Ол канал, достар, мен 2017 жылдан бері 14-ші желтоқсаннан бастап жүргізген болаттымын. Ойлап қараңыз достар, каналға почти уже 4 жылдай оқып қалды. И соңында достар міне осылай взломать болды. Мен достар барынша ол каналды восстановить етуге тырысып жатырмын. YouTube саппортқа жазып жатырмын. Барынша қазір тезірек ол каналды қайтаруға тырысып жатырмын. Сіздер достар бірден білетін болсаңыздар комментарий жазып кетіңдер. Барынша тезірек ол каналды қайтаруымыз керек. Осы білмеймін 2 аптаның ішінде қайтаратын шығар деп ойлап тұрмын мен. Примерно 2 аптаның ішінде, өйткені көпшілік каналдарды сондай уақыттарда қайтарды 2 аптаның ішінде. Шын айтайын достар, 2 апта дейді мен үшін әрине өте ұзақ күн. Ол уақытта көп адамдар ол каналдан отписаться етсе мүмкін, тағы да басқа көптеген заттар жасап тастауы мүмкін. Ол канал вообще қазір банға кетті. Басында ол каналды біреулер взломать етіп мен бүкіл видеоларымды скрит етіп тастады. Одан кейін іштеріне өздерінің видеоларын салып бастады, бір какой-то стрим жүргізіп бастады, криптовалютадан бірдеңеден, в общем, биржа, мынау, короче, ақша бірдене. Ішінде 2000 адамдай өтті даже стримда, мен білмеймін қайдан тапты ондай адамдарды, походу соған қараған накрутка сияқты ол. Сөйтіп менің каналымды взломать етіп алды, ішіне бір стрим жасады. Одан кейін оны YouTube көрген сияқты, сол стрим жүріп жатқан, сразу каналды алды да банға лақтырып жіберді. Каналды енді вообще даже табу мүмкін емес даже. Менде ссылкасы бар әрине каналдың, бірақ канал вообще шықпайды, достар. Егер сіздер жазатын болсаңыздар, Нұрлан қалам деп, сізге канал вообще шықпайды. В общем, достар, мен осындай жағдайға түсіп қалдым. Сіздер қазір сұрап отқан шығарсыздар, қалай сен каналыңды взломать болды деп. В общем, достар, олар маған почтаға жазды. Бір какой-то бір керім бір компаниямыз деді. В общем, сізден реклама алғымыз келеді деді. Бір какой-то бір андай программаны ұсынды, өздерінің официальный сайттарын жіберді, официальный бірдеңелерін жіберді. Кәм күшті жазып жатыр, мен сеніп қалдым почти. И бір уақытта телеграмға көштік біз. Телеграмда маған файлдарын жіберді. Мен антивирус мұны ашқан жоқ. Мен ойладым, походу мұндай вирус бар сияқты дедім. Бірақ олар біз дейтін ондай компания емес, бізге бұл бармайды, біз ешкімді алдайын деп отқан жоқпыз. Сіздің уақытыңызда, онда сіз ойлайтын болсаңыз, онда сізге жазба қойық деп кәдімгідей мені күштетіп алдады ғой. Одан кейін мен жақсы енді, может шынымен де дұрыс компания шығар дедім. YouTube-тан іздедім компанияны, шынымен де бар екен компания, шынымен де видеолар бар екен сол программадан. Бірақ походу соған қарағанда ол видеолардың барлығы либо заказной болды, либо олар біреудің компаниясымен өздерін таныстырып алдаған шығар. Мен қайдан білейін, ол жағын дұрыс зерттеген жоқпын. В общем, соңында файл жібереді, тағы бір файл айтады, міне осы файл точно ашылады деді. Сосын мен все равно тағы да антивирусқа сеніп отырдым, антивирус не болса да құтқаратын шығар деп ойладым. Жоқ, бірақ файл жазылды, компьютерға лақтырдым, үстінен бастым программаны, ашылмады файл, программа ашылмады. Мен ойладым, все, мен антивирусым ашпай жатқан шығар дедім де, сосын айттым оларға. Все, давайте достар, онда, давайте, все болды, онда реклама алмайынды, алмай қойыңдар, өткен сізден программаларын ашылмайды. Походу сендерде вирус бар сияқты дедім. Олар айтты, жоқ, вирус жоқ, қайда қумаңызшы, қазір біз менеджерға, старший менеджерға біреуге жазамыз деді. Кетіп қалды, короче. А мен такой, все, болды онда, құрсыншы, керек емес маған реклама дедім де, кетіп батырмын, дым болмағанда жүріп, бір уақытта уведомлениялар келді телефоныма, қараймын, жоқ, компьютерда болды, компьютерда такой, YouTube қарап отырмын, бір уақытта войти деп тұр жанында. Мен аккаунтына шығып кетті ма деп қоямын, кіріп қарап отырсам, жоқ, кірілмейді аккаунтқа. Уже паролін ауыстырып тастаған дейді. Барынша телефонмен ашуға тырыстым, бірақ телефон нөмірінде ауыстырып тастаған. Дедім. Одан кейін сразу екінші каналымды қарап бастадым, қалам.комға не болды? Қалам.ком бәрі де сөйтіп сондай болып кеткен. Одан кейін қалам анимейшнда тоже сондай болып кеткен, яғни анимациялық канал, қалам анимациялық канал белгісіз шыққан, білесіздер ғой да. Сол канал тоже взломать болған. В общем, бүкіл менің барлық каналдардың бәрін взломать болған браузер арқылы. Егер сіздер білмесеңіздер, қалай істейтін взломды былай жасайды олар. Сізге бана программа жібереді, сіз оны ашасыз, сізде ашылмайды ол. Сол уақытта олар дейтін сіздердің браузеріңіз оларға көрініп бастайды. Сол браузер арқылы олар бүкіл вкладкаде парольдерді бәрін қарап алады, логиндарды, пароль бәрін қарап алады. Вкладкаде браузерде тұрады соның бәрі, егер білмесеңіздер, қарауға болады сол парольдердің бәрін. Олар сол жерден бәрін қарап алғанда, резко менің каналымның паролін бәрін ауыстырып тастайды, номерін ауыстырып тастайды. И солай менің каналдарым бәрі
кірілмей кетті. Қазір мен барынша достар сол каналда да восстановить етуге тырысып жатырмын. YouTube саппортқа жазып жатырмын, Twitter'дан жаздым, барлық жерден жазып жатырмын, достарымнан сұрап жатырмын. Пазл каналы көмектесуге тырысып жатыр барынша. Енді пазлға рахмет сіздерге. Пазл, тағы да басқа ютуберлар барлығынан сұраймын, көмектессін барлығы. Өйткені достар, обалы 280 мың подписчик бар, 260 мың подписчик бар канал. Почти 300 мыңға жақындап жаттық. Почти 1000 видеоға жақындап жаттық. Мен уже айтып жаттым, осы жылдың соңында мен каналымда 1000 видео болады дедім. Бірақ көріп тұрғандарыңыздай достар, 1000 видеоға походу біз жете алмайтын сияқтымыз. Но жетеміз достар, егер де восстановить етсе, каналды 2 аптаның ішінде восстановить ететін шығар деп ойлап тұрмын. Неге шын айтсам достар, маған бұл қиын кездер, өйткені шын айтсам мен еш жерде жұмыс жасамаймын, барлығыңыз білетін шығарсыздар, мен тек қана ютубпен айналысамын. Сол себепті егер де менде ютуб канал болмаса, ютубтан ешқандай доход болмаса, маған өмір сүру де қиын болады. Мен бұл істі өте қатты жақсы көремін. Бұл іс менің жұмысым, бұл іс менің хоббиім, бұл іс менің, білмеймін, мен осы уақыт осы канал үшін көп уақытымды кетірдім. Сіздер білесіздер ғой, мен 3 видеодан шығарып жүрдім күніне. Просто көп уақыт кетті. Жақсы видеолар болды. Ол видеолардың барлығынан айырылып қалған достар, білмеймін, мен үшін өте жүректі ауыртатын зат, не үшін айтсам. Сол себепті барынша восстановить етуге тырысамын. Сіздер де қолдап жүріңіздер достар, комментарий жазып жүріңіздер. Бірден білетін болсаңыздар жазып кетіңдер. Айтпақшы достар, міне каналдың кнопкасы тұр. Мен қазір YouTube саппортқа барынша сол кнопкам бар. Доказательстволар көрсетуге тырысып жатырмын барынша. Білмеймін енді YouTube қалай реакция береді. Бір жақсы, бір жаман еще менде партнерка жоқ қой достар. Егер де менде партнерка болғанда адамдар көмектесе алатын еді маған, кішкене болсын. Партнерканы адамдар YouTube-қа жазатын еді. Менде партнерка ештеңе жоқ. Так что мен пазл арқылы шығып жатырмын, қазір пазлға айтып жатырмын. Қазір достар, сонда не болса да мына кнопканы көрсетіп жіберейін енді. Егер де канал қайтарылмаса, қорықпаңдар достар, мен ютубтан кетпеймін. Мына каналда оны дамытатын боламыз, осы каналды, қазіргі каналды. Міне достар, соңғы рет көрсетіп жіберейін кнопканы. Мен Нұрлан Қалам. Қайда кеттің сен? Мен тек қана Нұрлан Қалам үшін де обидно емес достар, сонымен қатар Қалам арнасы үшін де обидно, потому что ол каналда тоже көп уақыт кетті. Менің там анимациялар шығардым, анимациялар жасадым, белгісіз кетті, белгісіз де жоғалып кетті қазір. Бірақ Қалам арнасын мен сосын ойлаймын, бірінші мен әрине өз дұрыс основной каналымды ойлау керекпін, Нұрлан Қаламды. Бірінші соны қайтарып алу керекпін, сосын уже Қаламды қайтарамын, сасықпай, потому что Қалам арнасында тек қана 39 мың тіркелуші, ал Нұрлан Қаламда 260 мың. Ойлап қараңыздар достар, қайсысын бірінші қайтару керек? Әрине көп. Мен сол себепті еще Нұрлан Қалам менің основной жұмысым деп айтсам да болады. Маған доход әкелетін, сол себепті сол каналды тезірек бірінші восстановить еткен дұрыс болады деп ойлаймын. Сол себепті сол каналды көбінесе восстановить етуге тырысып жатырмын қазір. Әзірше ответ жоқ, достар, кеше ғана жаздым, форум толтырдым. Маған YouTube жауап берді негізі. Бірақ бір форум жіберді, форумды толтырдым. Айтты, типа, сіздің точно сіздің каналыңыз болса, онда осыны толтырыңыз деді. Толтырдым, жібердім, енді күтіп жатырмын қазір ответті. Шын айтсам, достар, каждый, білмеймін, 15 минут сайын қараймын почтаны. YouTube-тан хабар келген жоқ па деп. Пока ешқандай хабар келіп жатқан жоқ, әрине бұның бәрі қиын маған. В общем, достар, осындай ситуация түсіп қалдым. Не болса да достар, уайымдамаңыздар, барлығы жақсы болады. Инстаграмға жазылып кетіңдер достар. Ссылкасын описаниеда қалдырамын. Инстаграмда тоже біршама хабарлар айтып отырамын. Осы каналға да жазылыңдар достар. Бұл канал тоже дамытып қойып. Енді білесіздер ғой, енді все, менде уже каналдар жоқ. Мен 3 каналымда жоқ, барлығы да кетіп қалды. Сол себепті осы каналға жазылыңдар. Және мен әрине достар возвратты күтемін. Восстановление болатын шығар деген ойдамын. Восстановление болмаса достар маған қиын болады реально. Потому что бұл каналда әлі көріп тұрғандарыңыздай, бұл канал жаңадан ашылып, бұл каналда монетизация дым жоқ, сол себепті білмеймін қандай ақша өмір сүремін мен. Енді осы ситуациясы. Жақсы достар, келесі кездесеміз, не болса да хабарда боламын. Бұл видеоны барынша достарыма айтамын, енді дамытуға тырыссын деп, менің көп подписчиктерім көрсін бұл видеоны. Осылай, короче, достар. Келесі кездескенше сау болыңыздар.